Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан отандық командаларымыздың Еурокубок турнирлеріндегі ойындарына шолуымызды ұсынамыз. Осы аптада 2024-2025 жылғы Еурокубок турнирлерінің бірінші іріктеу раундының қарымта ойындары өткен болатын. Онда елімізден 3 команда қатысты. Ал 4-ші командамыз елордалық Астана Еурододадағы өз жорығын оның екінші іріктеу раундынан бастайды. Өткен маусымда тарихында алғашқы рет чемпион атанған Шымкенттік Ордабасы командасы УЕФА Чемпиондар Лигасына қатысты. Жеребе қорытындысы бойынша оған Молдавияның Петрокуб командасы қарсылас болды. Кездесудің алғашқы ойыны Шымкентте өтіп, онда Ордабасы айқын фаворит болғанымен, матчта есеп ашылмай командалар тең тарқаған болатын. Ал қарымта матч Молдова астанасы Кишиневта өтті. Әрине сырт алаңда Ордабасыға жеңіске жету оңайға түспесі анық болды. Дегенмен Петрокуб өтуге сондай қиын қамал емес еді. Ордабасы матчты жақсы бастады, бірақ әттеген-ай гол салатын сәттерді мүлт жіберіп жатты. Ал 34-ші минутта сен соқпасаң саған соғады қағидасы орын алды. Петрокуб командасының ойыншысы өзіне туындаған жақсы мүмкіндікті голға айналдырып жіберді. Шымкенттіктердің жағдайы тіпті қиындап кетті, бірақ бұл жағдайда қатты катастрофа емес еді. Ең болмағанда ойынның негізгі уақытында есепті теңестіріп, кездесу тағдырын экстра таймда шешуге болатын еді. Бірақ осыдан кейін біртіндеп Ордабасы ойыншылары ойындарын жоғалтқандай болды. Топты тартып алады, ал одан кейін жақсы шабуылдар ұйымдастыра алмай, абдырап топты қайта жоғалтады. Ал қарсылас команда керісінше қорғаныста жатып алмай, гол салғаннан кейін қанаттанып қайта қауіпті шабуылдар жасады. Ойынның соңғы секундтарында Ордабасының есепті теңестіретін керемет мүмкіндігі болған, бірақ Пластунның бағыттаған добы қақпадан биік ұшты. Матчтың қорытынды есебі және кездесудің жалпы есебі де 1-0. Чемпиондар Лигасының келесі екінші раундына біздің өкінішімізге орай Ордабасы емес, қарсылас команда шықты. Ал Шымкенттіктер конференция лигасына ауысты. Онда олар Люксембургтың Дифферданж командасымен кездеседі. Бірінші ойын 25 шілдеде сырт алаңда, ал қарымта ойын 1 тамызда Шымкентте жоспарланған. Елімізден Еуропа лигасына қатысып жатқан өткен маусымда Қазақстан кубогының иегері атанған қостанайлық Тобыл турнирдің бірінші раундында словакиялық Ружемберг командасымен кездескен болатын. Өкінішке орай Словакия алаңында өткен кездесудің бірінші ойынынан қостанайлықтар күтпеген жерден 2-5 есебімен ойсырай ұтылып қайтқан еді. Қостанайда өткен қарымта ойынының қарсаңында да бізде үміт болған. Өйткені қонақ команда ойыншылары алыс сапар жасап шаршаңқы келеді. Климат басқа дегендей. Және оның үстіне Словакияның ішкі чемпионаты әлі басталмағандай еді. Тобыл да матчты белсенді бастады және де жылдам гол да салған болатын. Гол авторы Тобылдың мароккалық ойыншысы Эль Месауиди. Бірақ ары қарай қостанайлықтардың энергиялары таусылды ма, біртіндеп басымдықтан айырыла бастады. Және Тобылдың салған голы осы матчтағы жалғыз гол болып қала берді. Кездесудің жалпы есебі 3-5, турнирдің келесі кезеңіне Ружемберг командасы шықты. Ал Ордабасы тәрізді Тобыл командасы да конференция лигасына ауысты.
Онда ол швейцариялық Санк Галленмен кездеседі. Бірінші ойын 25 шілдеде сырт алаңда, ал қарымта ойын 1 тамызда Қостанайда жоспарланған. Ендігі кезек конференция лигасына келді. Бұл турнирге еліміздің 2 командасы жолдама алған еді. Елордалық Астана командасы турнирдің 2-ші іріктеу раундынан бастап ойнайды. Ал Ақтөбе командасы 1-ші раундта Босния және Герцеговина елінің Сараево командасымен кездескен болатын. Ақтөбеде өткен 1-ші ойында ресейлік Дмитрий Парфенов жаттықтыратын команда күтпеген жерден қонақ командаға есе жіберді. Есеп 0-1. Ал сырт алаңда өткен қарымта матч өте тартысты өтті. Есепті 41-ші минутта Ақтөбе ашты. Гвинеялық Амаду Думбиядан керемет пас алып көзге түскен Ыдырыс Умаев болатын. Дегенмен екінші таймның басында қарсылас команданың грузиялық ойыншысы Георгий Гуляшвили әдемі голымен есепті теңестіріп кетті. Жетпіс бесінші минутта қарсылас команда қақпасының алдындағы қарбалас сәтті пайдаланған Әділхан Таңжарықов гол салып Ақтөбені есепте алға шығарды. Кездесудің жалпы есебі тең болғандықтан кездесу экстра таймға ұласты. Экстра таймның басында Жанжайро көзге түсіп бүкіл Қазақстанға үміт сыйлады десек те болады. Жанжайроның керемет голы. Бірақ қарсылас осал емес екен. Олар да гол салды. Осыған дейін керемет өнер көрсеткен Ақтөбенің және де құрама командамыздың қақпашысы Игорь Шацкий қайтарған допты Сараевоның бразилиялық ойыншысы Ренан Оливейра қайта теуіп қақпаға енгізіп кетеді. Экстра таймда да есеп тең болып, командалар пенальтилер сериясын орындайды. Мұнда сәттілік өкінішке орай қарсылас командаға жолдас болды. Осылайша азулы Ақтөбе командамыз өзінің Еуро жорығын бірінші раундта аяқтады. Осымен Еурокубок турнирлеріндегі қазақстандық командалардың ойындарына шолуымыз аяқталды. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және келесі кездескенше сау болыңыздар.